Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбысы мен әріпі. Бүгінгі сабағымызда тақырыпқа байланысты сөздер, сызба, сурет, белгілер қолдана отырып, сөйлем құрастырып жазамыз. Тәулік ішінде жасалатын әрекеттерді сәйкестендірейік. Дұрыс жасадыңдар деп ойлаймын. Қане, тексеріп көрейік. Таңертең ұйқыдан тұру. Күндіз кітап оқу. Кешке теледидар қарау. Түнде демалу. Осы сөздердің ішінде дыбысы бар сөздерді табайықшы. Әрине, күндіз кітап. Күндіз кітап сөздерінде дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Сөздің ортасында кездеседі. Осы сөздерді пайдаланып, сөйлем құрап айтайық. Күндіз кітап оқыды. Жарайсыңдар балалар. Уақытты тиімді пайдалану үшін күн тәртібін сақтауымыз керек. Дұрыс күн тәртібі денсаулық сақтаудың кепілі. Күн тәртібі бір тәуліктің ішіндегі іс-әрекеттердің дұрыс реті. Күн тәртібі сенің сергек болуыңа көмектеседі. Күн тәртібін сақтасақ, көп нәрсеге үлгереміз. Оқушылар, мына суретке қарайықшы. Мынау қандай бөлме? Бұл баланың жатын бөлмесі. Бөлменің іші қандай? Бөлменің іші шашылып жатыр. Бұл тәуліктің қай кезі? Әрине, таңертеңгі уақыт. Суреттен не байқап тұрмыз? Бұл ұқыпсыз бала. Оның ұқыпсыз екенін айналасында шашылып жатқан заттардан байқауға болады. Осы бала сабаққа үлгерді ме? Жоқ, үлгермеді. Бала сабаққа кешікті. Ендеше оның сабаққа кешігуінің себебі неде? Ұқыпсыз бала таңертең тұра сала, бөлмесін шашып тастап, ойыншығымен ойнап отыр. Барлық заттары әр жерде шашылып жатыр. Мектепке баратын уақытының да болып қалғанын білмей қалды. Ол асығып жүріп киінді. Аузына нанын салып алып, мектепке қарай жөнелді. Осы іс-әрекеттерді оның жалқаулығын, уақытты дұрыс пайдаланбағандығын білдіреді. Сондықтан оқушылар, ұқыпсыздық, салақтық жаман әдет. Одан аулақ болайық. Балалар, ұқыптылық туралы қандай мақал білесіңдер? Ұқыпты бала, әдепті бала. Өте жақсы. Бұл сөйлемде неше сөз бар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл сөйлемде 4 сөз бар. Енді осы сөйлемді сызба арқылы жазайық. Өте жақсы оқушылар. Күн тәртібін сақтай отырып, ұқыптылыққа үйренейік. Бүгінгі сабағымызда керекті сөздерді, сызбаларды, сурет белгілерін қолдана отырып, сөйлем құрастырып жазуды меңгердік. Бүгінгі алған білімімізді бас бармақ арқылы бағалаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.